Жүзімнің қандай пайдасы бар? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Жүзім ағзаны токсиндерден тазартады және жасартады. Жүзім тек дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы өнім. Адамзат жүзімнің емдік қасиетін көп жылдар бұрын пайдалана бастаған. Бүгінгі күні заманауи зерттеулер ампелотерапия, яғни жүзіммен емдеу ұғымының пайда болуына алып келді. Қызыл жүзімнің сүйектері полифенол және биофлавоноидтарға бай, және жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартатын, тұтас ағзаны жақсартатын күшті антиоксидант болып табылады. Жүзіммен емдеудің өзі зат алмасу, бірінші кезекте су-тұз алмасу үрдісінің белсенділігін арттыруға бағытталған. Жүзімнің құрамында зәр айдайтын және ісікке қарсы зат ретінде әсер ететін, жүректің қызметін қалыпқа келтіретін калий бар. Мұнан басқа, жүзіммен емдеу зат алмасудың уытты заттарын тез шығарумен айналысады. Бірақ жүзімнің құрамында көп мөлшерде қант бар. Сол себепті сусамырмен ауыратындарға оны көп мөлшерде жеуге болмайды. Бүгінгі күні бәрінен бұрын жүзімнің пайдасы туралы косметологтар біледі. Осы жемістің қолданылуымен көптеген маскалардың рецепттері белгілі. Ал жүзім сүйектерінен алынған май арнайы дайындау әдісінің арқасында барлық белсенді заттарды сақтайды. Және ол дәрумендерге, минералдарға және майлы емес қышқылдарға бай болып келеді. Құрметті көрермендер, ал сіз жүзімді жиі жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.